Сәлем ютуберлер мен көрермендер. Бұл видеода біз қалай көп подписчик жинау жолдарын айтатын боламыз. Өйткені өткен жолы мен опрос жасаған болатынмын, яғни стрим түсірейін ба, подписчик жинау туралы ма, просмотр жинау туралы ма деп. Соның 80% көрермендеріміз подписчик жинауға дауыс берген екен. Енді бұл жерде бір айтатын жайт, подписчик жинау ол просмотр жинаумен тығыз байланысты. Өйткені сіздің видеоларыңызды қаншама адам көрген сайын, яғни просмотр жасаған сайын, соғұрлым подписчиктеріңізді көбейе түседі. Біздің компания көптеген ютуберлерді дамытумен айналысады. Яғни ол ютуберлер канал дамыту инструменттерін оқып, дамыту жолдарын іздестіріп қарастыратын уақыттар жоқ, сондықтан да біздің компанияны жалдай салады. Ал біздің компания олардың просмотрларын арттырып, контент план жасап, соларды дамытады. Және сол каналдарға қандай инструмент қолданамыз, қазір мен сіздерге соның біреуін айтатын боламын. Ол инструменттердің біреуі видеоның превьюін ауыстырып отыру, зерттеу, аналитикамен жұмыс жасау. Көп просмотр жинау үшін ең алдымен превьюіңіз әдемі болу керек. Яғни адам сырттан бір көре салып, басқа видеолардың арасынан сіздің видеоңызды басатындай болу керек. Ол үшін басқа топовый ютуберлердің превьюлары қалай жасалды, сондай стильде жасаңыздар, соған ұқсатыңыздар. Өйткені ол ютуберлердің превью жасайтын мамандары, олар кәсіби түрде жасайды. Олар кәсіби түрде мамандар жалдайды. Сол стиль сізде таңдап алыңыз. 5 минутта қалай превью жасайтынын көргіңіз келсеңіз, менің каналымда бар. Және каналыма қарап отырсаңыз, басқа да ютуберлерге өте керекті кеңестер бар. Сол жерден көрсеңіздер болады превьюді, немесе айына $1000 табуды, тегін музыканы қалай алу керектігі туралы барлығын айтқан. Одан кейін сіз превью жасадыңыз. Яғни сіз бір видео түсіргеннен кейін, ютубқа жүктегеннен кейін, ол видеоға превьюдің 3-4 версиясын дайындап қойыңыз. Және олар зерттеу керексіздер. Қай превьюдің просмотры көп болады. Қазір мен сіздерге бір қарапайым мысал келтірейін. Біздің басты каналға өтейік, киностудия Мейрам каналына. Ол үшін өзіміздің значогымызды басамыз, творческий студияға басамыз. Ең қарапайым мысал бір көрсетейін. Превьюна байланысты көп просмотр жинаған видеоның біреуін ашайын. Мінекей, жетім туралы кино. Қазір таңда қарап отырсаңыз, мінекей 5 миллион просмотр болған екен. Бірақ оған дейін ол аз тұғын. Сол превьюларды эксперимент жасай отырып, просмотрын біз көбейтіп алдық. Яғни видео салғаннан кейін, мінекей аналитикасына бассақ, просмотрлар көрініп тұр мінекей. Но 28 күнде болған көрсеткіш, қазір 90 күнге қойайын. Мінекей қарап отырсаңыз, 8 марттан бастап просмотр аз болған бұл видеода. Бейті бәсеңдеп, мұнау жерден бастап көтеріледі. Көрдіңіздер ғой? Бұл жерден бастап не үшін көтерілді? Өйткені сіз бұл жерден бастап біз бұл видеоның превьюін ауыстырдық. Бірінші рет ауыстырған кезіміз ол мінекей. Бірінші превьюіңді ауыстырған күні 15 май. Яғни біз 15 мамыр күні бұл видеоның превьюін ауыстырдық, бетіндегі суретін. Одан кейін барып, тағы бір кереметтілігі ютубтың алгоритмінің. Ол превьюді ауыстырсаңыз видеоның, ол видеоны жаңадан салынғанмен бірдей қабылдайды ютуб. Яғни қазір мінекей 15 күн салдық, превьюін ауыстырдық, содан бастап бұл ютубтың алгоритмі жаңадан видео ретінде қабылдап, басқа көрермендерге көрсете бастады жаңа превьюмен. Сөйтіп ол көрермендерге ол превью ұнап, баса бастады екен. Сөйтіп оның просмотры көбейе бастады. Мінекей, қарап отырсыздар. Бір күнде 36 просмотрға шейін барған. Одан кейін жайлап бәсеңдеді. Одан кейін мынау көріп отырған превьюға ауыстырдық. Адамдар жылатқан кино деген превьюға аудардық та, тағы да көтеріле бастады мінекей. Яғни сіз видео салғаннан кейін 500 просмотр жинағаннан кейін тағы превьюін ауыстырып көріңіз. Мүмкін ол көтерілетін шығар былай график. Ол көбірек ұнайтын шығар көрерменге. Егерде қайта түсіп кететін болса, былайынан қайтадан түсіп кететін болса, превьюді ауыстырғаннан кейін басқа превью тағы да қойыңыз. Егер одан да ары қарай бір қалыпты болып жатса, ең бірінші превьюіңізді қайтып орнына келтіріңіз. Сол арқылы сіз эксперимент жасап отырасыз. Яғни превьюіңізді ауыстырған сайын просмотрыңыз көбейеді. Просмотрыңыз көбейген сайын, сіздің каналыңыз қызық екен деп адамдар тіркеле бастайды. Яғни ол бекерден-бекер егер видеоңыз жоқ болса, ол адам бірден тіркеле салмайды. Одан кейін ең бастысы видеоңыз қызық болу керек. Динамичный болу керек. Іш пыстыратын жерлер болмау керек.
Сонда адамдар сіздің видеоңызға, сіздің каналыңызға қызығып тіркеле бастайды. Сол кезде сіздің подписчигіңіз күннен күнге көбейе береді. Қазір біздің супер ютуберс командасындағы ютуберлер осы секілді 40 инструмент қолданып өздерінің подписчиктерін 10 еселеп көбейтіп жатыр. Яғни басында 30 подписчик болса, бір айдың көлемінде оны 300 подписчикке, 500 подписчикке көбейтіп жатыр. Сіздер де біздің супер ютуберс командасына қосылыңыз келсе, осы видеоның астында комментарий сілтемесі болады. Өздеріңіз заявкаңызды қалдырсаңыздар, біздің менеджерлер хабарласып, сіз де біздің командаға қосыла аласыздар. Мінекей жай ғана бір инструментті қолдана отырып, қарасаңыз қаншама 3 ай бойы просмотр болмаған видеоны қайтадан көтеріп просмотрын көбейтіп жібердік. Қазір мен 28 күнге қойын. Мінекей 28 күндегі көрсеткіш 487 мың просмотр болған. Яғни бұл видеоның просмотры өткен айға қарағанда 537 есе артқан. Бір превьюді ауыстырғанның эффектісі қандай, көріп тұрсыздар ғой, қандай керемет. Просмотр сағаттарда не істеген. Және осы видео арқылы міне 3,5 подписчик қосылған, көріп отырсыздар. Және осы бір превьюді ауыстыру инструмент арқылы 28 күннің ішінде $132 қосымша түскен. Яғни осыға дейінгі айды есептеген кезде мінекей 897%-ға көбейген доходы. Яғни сіз превьюіңізді ауыстырып отырып, осылай доходыңызды, пайдаңызды асырсаңыз болады. Енді әрине сіздің каналыңызда 700 мың подписчик болмауы мүмкін. $130 болмаса да $13 әр видеоны тауып отыра аласыздар. Одан кейін ютубтан пайда табу туралы кішкене айтып өтейін. Көп адамдарды қалыптасып қалған ой, олар ютуберлер в основном просмотрдан ақша табады деп. Шын мәнісінде ол бір ютуберлер просмотрдан ақша табады. Бірақ оның көбісі негізі просмотрдан көп ақша таппайды. Олар өзінің ішіндегі тауарын немесе қызметін сату арқылы табады. Ол деген сөз, кез келген ютубер бір нәрсенің маманы, бір нәрсенің специалисті. Өзінің жақсы көретін мамандығы туралы айта отырып, олар өздерінің қызметін сатады. Яғни біреулер құрылыс туралы айта отырып, өздерінің қызметін сатады. Егерде сіздерде осындай үй тұрғызғыларыңыз келсе, бізге тапсырыс беріңіздер деген секілді. Ал бір ютуберлер ойын ойнап ақша табады. Яғни олар ойын ойнап отырып, ішіндегі Battlefield, Warface сияқты ойындарды жарнамалап ақша табады. Сіздер де ютуб арқылы тез просмотр жинап, подписчик жинап, ақша тапқыларыңыз келсе, осы комментарийдағы сілтеме арқылы өтіп, тіркеліп, біздің супер ютуберс командасына қосылыңыздар. Мен сіздермен келесі видеода кездесемін. Сау болыңыздар. Сен мені ауыртқаннан мен айықпайым, екеуміздің арамызда әлі де лайктайым. Алға қойдым енді қайтпайым, сен үшін толықтайым және